Математика сабағының 105-сіне келдік. Бүгінгі тақырыбымыз 20-ға дейінгі сандарды қосу және азайту. Жаңаны оқып үйрену. 20-ға дейін қосуды және 20-дан азайтуды үйренесіңдер балалар. Сондықтан мұқият болып, мен берген тапсырмаларды орындап WhatsApp-қа жазыңыздар және каналға тіркеліп, комментарийға да жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, сырым йогурттарды санады, мысалдарға қара, оған есептеуге көмектес. Балалар, йогурттарды сырым санаған. Яғни мұнда 4, 6, я? Біріншіден санап көрейік. Қызыл йогурттарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жақта 4-те тұр, 10-ға 4-ті қоссақ, 14. Бірінші 14. Ал екінші 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 екен. Ал енді балалар, білесіңдер, бірліктер тек бірліктерге қосылады, я? Енді қараймыз, 4-ті бірінші бөліп аламыз. Мына жақта көк йогурттар 6 дана. Яғни 4-ке 6-ны қосқанда тең қанша шығады балалар? 10 шығады, я? Яғни бұл жерде бірлік 0-ге айналып кетеді де, мына қосқан санның 10-дыққа айналып кетеді. Енді 14-ке біз 6-ны қосқанда қалай 20-ға айналады? Өйткені 4-ке 6-ны қосқан кезімізде 10-дық болады, яғни 10-дыққа 10-дықты қосқанда 20 болады. Мына жерде де дәл солай, бұл тек азайту нұсқасы. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қызыл йогурт бар. Ал одан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жасыл йогуртты азайтып тастағанда 4 қалады. Ал енді 20-дан біз 6-ны азайтатын болсақ, көк йогурт пен жаңағы қызыл йогуртты қосқанда 14, я? Ал енді ол 20-дан шыққан саннан 6 йогуртты сызып тастағанда, ол кезде жауабы 14 шығады. Ал екінші, мұнда да құлпынайдан жасалған, яғни күлгін түсті және көк түсті. Күлгін түстіні бірінші 12, ал көк түсті 8, сонда 20. Бірліктер мен бірліктерді қосқанда, 2-ге 8-ді қосқанда 10-дық шығады. 10-дықты қоссаң 20. Ал енді бұл жерде 12-ге 8-ді қосқанда автоматты түрде 20 шығады. Және мұна екінші түсті өзің менің бірінші мысалдағы екінші азайту амалыма қарап, өзің мысалдарды жаз. Мысалдарды жаз. Және мұнда тағы да йогурттар бар. Олардың санын мен мысал ретінде сендерге шығарып қойдым. 7 қосылған 3 тең 10, 17 қосу 3 тең 20. Ал енді мұнда азайту амалдарын орындауға болады. Ендеше балалар, өзіндік жұмыс есепте 10-нан 4-ті азайтқанда 6, 20-дан 4-ті азайтқанда 16. Себебі 10-дықтан бірлікті сол сан бойынша азайтып көреміз. 10-нан, мысал 10 алмадан 4 алманы алса, 6 алма қалады. Яғни 20 10-дық болғанмен 4 бірлік. 10-дықтан 4-дікті алғанда 6 қалады, сонда 20-дан 4-ті азайтқанда 16. Дәл солай мұнда мысалдар көрсетілген. 10-нан 3-ті азайтқанда 7 қалады, 20-дан 3-ті азайтқанда 17 қалады. Енді 5-ті өздерің түсініп алыңдар қарап, ал мен мұна жақтағы 10-дықтан 7-ні алған кезде бірлікті 3 қалады, 20-дан 7-ні азайтқанда 13 қалады, я? Ал ендеше балалар, мына жерде есепте балалар не сатып алған? Бірінші, 50-ден 30-ды азайтқанда 20 шығады. 20-дан 5-ті азайтқанда 15, 15-тен 5-ті азайтқанда 10 шығады, я? Мына жерде Арман 10 сан ұстап тұр ма? Жоқ, Айна 10 сан ұстап тұр. Ендеше мына есепті шығарайық, сосын барлығының жауабын бірге білеміз.
15-ке 5-ті қосамыз, 20. 20-дан 7-ні азайтқанда қанша болады балалар? 13 дұрыс. 13-тен 10-ды азайтқанда 3. Арманның қолында 3, Айнаның қолында 10 деген сан тұр. Яғни, олар нені сатып алған? Қаймақ 3, және сүт, қаймақ 10, яғни Айна қаймақ сатып алған, ал Арман сүт сатып алған екен. Есепті шығар, кері есеп құрастыр. Дүкенге 20 литр сүт, одан 3 литрі кем қаймақ әкелінді. Дүкенге неше литр қаймақ әкелінді? Балалар, мына жерде есепті шығарып қойдым. Сүт 20 литр, қаймақ сүттен 3 литрі кем. Дүкенге неше литр қаймақ әкелінген? Ол үшін біз азайтамыз. 20-дан 3-ті азайтамыз. Жауабы 17. Сонда 17 литр қаймақ әкелінген. Ал енді бұған кері есеп құрастырсақ, дүкенге 17 литр қаймақ әкелінген. Одан 3 литр артық сүт әкелінген. Дүкенге қанша литр сүт әкелінді? Шешуі, оны барлығын қосамыз, сонда жауабы 20 литр сүт әкелінген. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Үй тапсырмасы. 3 түрлі сүт тағамының қосындысын 10 саны шығатындай жинақ құр. Балалар, осыны үй тапсырмасына аламыз.